Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жоғары медициналық колледжі, физика және астрономия пәнінің оқытушысы Нұрбекова Гүлнұр Сейсенғали-қызы. Сабақтың тақырыбы тұрақты ток. Бүгінгі сабақта сіздер келесі материалдармен танысасыздар. Электр тоғы, тізбек бөлігіне арналған Ом заңы, өткізгіштерді аралас жалғау. Тоқ көзінің электр қозғаушы күші мен ішкі кедергісі. Кирхоф заңдары және электр тоғының жұмысы мен қуаты Джо-Ленц заңы. Өркениеттің басты жетістігі электр энергиясы болып табылады. Электр тоғы біздің өмірімізде маңызды рөл атқарады. Бүгінгі күнді электр тоғынсыз елестету мүмкін емес. Тарих қойнауына үгілсек, ежелгі грек философы және математигі Фалес Милецкий осыдан 2006 жыл бұрын электр құбылыстарын бақылаған бірінші адам болып саналады. Ол янтарь кесегін жүнге үйкеу арқылы оның өзіне ұсақ сабандарды тартқанын байқаған. Электрон сөзі гректің янтарь сөзінен шыққан. Осыдан кейін ұзақ жылдар бойы Уильям Гильбер, Чарльз Дюфе, Бенджамин Франклин және Михаил Ломоносов тағы сол сияқты ғалымдар электр құбылыстарын зерттеумен айналысқан. Электр энергиясын зерттеу 1785 жылы Кулон заңы ашылғаннан кейін нақты ғылым санатына енді. Электр тоғын электр станцияларында өндіреді. Қазіргі таңда қоршаған ортаға зиян келтірмейтін электр станциялары дамып келеді. Олар гидроэлектр станциялары, желді электр станциясы және күнді электр станциясы. Электр тоғы электр өрісінің әсерінен зарядталған бөлшектердің реттелген және бағытталған қозғалысы. Өткізгіштегі зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы сыртқы электр өрісі әсерінен пайда болады. Өткізгіштегі электр тоғын сипаттау үшін мынадай физикалық шамалар енгізіледі. Тоқ күші және тоқ тығыздығы. Тоқ күші өткізгіштің көлденең қимасы арқылы бірлік уақыт ішінде өтетін зарядқа тең скаляр шама. Формуласы келесі түрде жазылады. I тең Q бөлінген T. Тоқ тығыздығы. Тоқ тығыздығы тоқ күшінің өткізгіштің көлденең қимасының ауданына қатынасына тең физикалық шама. Формуласы G тең I бөлінген S. Тоқ тығыздығының өлшем бірлігі 1 ампер бөлінген метр квадрат. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы. Көрнекті неміс физигі Георг Симон Ом тізбектің бөлігі үшін тоқ күшінің кернеуге тәуелділік заңын, сондай-ақ тұйық тізбектегі тоқ күшін анықтайтын заңды ашты. Тоқ тізбегі бөлігіндегі U кернеудің I тоқ күшіне қатынасы электр кедергісін береді. Формуласын келесі түрде жазамыз. I тең U бөлінген R, немесе I тең Φ1 минус Φ2 бөлінген R. Бұл қатынас Ом заңы деп аталады. Өткізгіштерді тізбектей жалғау. Егер келесі өткізгіштің басын алдыңғы өткізгіштің ұшымен жалғайтын болса, онда өткізгіштерді жалғаудың бұл түрін өткізгіштерді тізбекте жалғау деп атайды. Бұл жердегі тоқ күші I тең I1 тең I2 тең IN. Ал кернеу болса U тең U1 қосылған U2 қосылған UN. Бұл жердегі кедергі R тең R1 қосылған R2 қосылған N болады. Төменгі суретте қарасаңыздар, өткізгіштерді тізбекте жалғау суреті көрсетілген. Өткізгіштерді тізбекте жалғауға мысал ретінде вагондардағы шамдарды және шыршаға ілінетін гирляндтарды алсақ болады. Өткізгіштерді параллель жалғау. Параллель жалғау кезінде өткізгіштердің бастарын бір түйінге, ұштарын екінші түйінге жалғайды. Бұл жердегі I тең I1 қосу I2 қосу IN болады. Кернеу U тең U1 тең U2-ге тең UN-ге. Ал кедергіміз R 1 бөлінген R1 қосу 1 бөлінген R2 қосу 1 бөлінген N болады.
Өткізгіштерді параллель жалғауға мысал ретінде өзіміз күнделікті қолданып жүрген тұрмыстық техникаларды жатқызуға болады. Өткізгіштерді аралас жалғау. Өткізгіштерді аралас жалғау тізбек бөлігіндегі тізбектей және параллель жалғануларды біріктіреді. Тізбектің жалпы кедергісін, тоқ пен кернеудің, оның бөліктері бойынша таралуын есептеуді параллель жалғау және тізбектей жалғау формулаларын қолданып жүргізеді. Өткізгіште аралас жалғау төменгі суретте көрсетілген. Электр қозғаушы күш. Сыртқы күштердің әсері электр қозғаушы күш деп аталатын шамамен сипатталады. Тұйық контурдағы электр қозғаушы күш зарядты контурдың бойы мен орын ауыстыруындағы бөгде күштердің жұмысының сол зарядқа қатынасын анықтайды. Электр қозғаушы күшін эпсилон әрпімен белгілейміз. Формуласы эпсилон тең А бөлінген Q. Электр қозғаушы күштің өлшем бірлігі вольт. Кирхоф заңдары. Өте күрделі тізбектерді, мысалы электр қозғаушы күші әртүрлі бірнеше тоқ көздерінен тұратын тізбектерді Кирхоф заңдары негізінде есептейді. Кирхофтың бірінші заңы зарядтардың сақталу заңының салдары болып табылады. Тізбектің кез келген түйіні үшін түйінге кіретін тоқтардың қосындысы түйіннен шығатын тоқтардың қосындысына тең болады. Мына жердегі суретке қарасаңыздар, I1, I2, I3 бұл түйінге кіретін тоқтар, ал I4, I5 бұл түйіннен шығатын тоқтар. Демек, I1 қосылған I2 қосылған I3 тең болады I4 қосылған I5-ке. Кез келген тұйық контурдағы кернеудің түсуінің алгебралық қосындысы түйіннен шығатын тоқтардың қосындысына тең болады. Кирхофтың екінші заңы Ом заңының жалпылануы болып табылады. Электр кедергісі. Кедергі өткізгіштің өз бойымен электр тоғын өткізуіне қарсылық жасау қабілетін білдіретін физикалық шама. Формуласы R тең ρ көбейтілген L бөлінген S. Бұл жердегі ρ меншікті кедергі, L өткізгіштің ұзындығы, S өткізгіштің көлденең қимасының ауданы. Келесі формула бұл кедергінің температураға қатынасын білдіреді. Металл өткізгіштердің кедергісі температура артуымен артады. Ал электролиттерде кедергісі температура артуымен кемейді. Екінші формуладағы альфа бұл кедергінің температуралық коэффициенті. Электр тоғының жұмысы және қуаты Джоуль-Ленц заңы. Тоқтың жұмысы электр өрісінің күші әсерінен зарядтардың өткізгіш бойымен бағытталған орын ауыстыруына негізделген. Тоқ жұмысы электр өрісі тасымалдаған зарядтың берілген өткізгіш бөлігіндегі кернеуге көбейтіндісіне тең физикалық шама. Формуласы А тең Q көбейтілген U. Кез келген уақыт аралығында тасымалданған заряд мөлшері тоқ күшіне тәуелді, яғни Q тең I көбейтілген T. Осы қатынасты пайдалана отырып, тоқ жұмысын келесі түрде жаза аламыз. А тең I көбейтілген T көбейтілген U. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы негізінде электр тоғының жұмысын келесі түрде жаза аламыз. А тең I квадрат көбейтілген R көбейтілген T. Немесе А тең U квадрат бөлінген R көбейтілген T. Бұл жердегі төртінші қатынас өткізгіштерді тізбектей жалғағанда, ал бесінші қатынас өткізгіштерді параллель жалғағанда тоқ жұмысын есептеуге ыңғайлы. Джоуль-Ленц заңы. Егер өткізгіш қозғалмаса, тоқтың барлық жұмысы өткізгішті қыздыруға жұмсалады, яғни Q тең А. Өткізгіште бөліне жылу мөлшері электр тоғының жұмысына тең. Бүгінгі сабақты бекіту мақсатында кері байланысқа келесі кестедегі ұяшықтарды толтырасыздар. Үйге тапсырма. Оқулықтан тұрақты тоқ тарауын оқу. Таңдау бойынша 3 есеп шығару. Және келесі тақырыптарға таңдау бойынша хабарлама дайындау. Бірінші тақырып тоқ көзімен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Екінші тақырып баламалы тоқ көздері және оларды қолдану ережелері. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.